Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай тырна құраған тігеміз. Бізге керек 16-16 ақ мата, 4-4 атлас, көк велюр матасы. 4 бұрыштымызды аламыз, 4-4 болады ортасы. Алып осылай матамызға бір жағын тігіп аламыз, жылжып кетпес үшін. Міне осылай бір шетін тігіп алсаңыздар жылжымайды. Одан кейін осы көк матовый велюрымызды 2,5 сантиметр жалпақтығы, ұзындығын ұзын етіп ала беріңіздер. Айналдыра тігіп шығамыз. Міне осылай 4 жағынан айналдыра тіктім. Енді 5-5 атласты оң жағына қаратып, дәл ортасын сызбасаңыздар болады. Осы ортасынан сызып тігіп шығамыз. Міне осындай болып шығады. Сонда 3 бұрыш болып шығады. Осылай 4 бетінде, 4 жағында тігіп шығамыз. Сонда 4 жақты тырна құрақ болады. 2 жақты да жасасаңыз да болады. Біз бүгін 4 жақты тырна құрағын тігеміз. Міне осындай болды. Айналдыра қайттан велюрымызды, көк велюрымызды айналдыра тігеміз. Міне осылай рет-ретімен тіккенде осындай тырна құрағы шықты. Міне көргендеріңіздей. Міне астын бәрі осындай. Енді бұны бір-біріне қосып, жастық, көрпеше, шай көрпеше деген сияқты керемет дүниелерді жасасаңыздар болады. Видео ұнады деген үміттемін. Осылай бір-біріне қосып, керемет дүние шығарыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де лайк.